الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ولي الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد هل الله في السماء расында Алла аспанда ма? Осы бір сұрақтарды көпшілік қауым немесе басқа ағымдағы жүрген жігіттер бір-біріне қойып жатады. Оларға жауап ретінде, "Я, Алла аспанда" деп бір-біріне жауап беріп жатады. Алланы белгілі бір мекенге шектеп қойып жатады. Бұл шариғат бойынша дұрыс па? Имам Муслим рахимахулла өзінің Сахих Муслим атты кітабында Муауия ибн Хакам радиаллаху анхудан жеткен хадисті хадисул жария деп аталатын хадис, күн хадисін осыған дәлел ұстанады. Расында күн хадисін сізбенен бірге оқып көрейік. Муауия ибн Хакам ас-Сулами радиаллаху анху айтады: "Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге намаз оқып тұрған едік" дейді. Бір кезде қасымдағы адам намазда тұрып түш көрді да "Альхамдулилля" деп айтты дейді. Мен оған жауап ретінде "Ярхамука Алла" деп жауап бердім дейді. Намазда сөйлеуге, дұғаға жауап беруге рұқсат жоқ, тыйым салынған. Сонда адамдардың барлығы маған қарап тұрып, намазда сөйлеме дегендей маған белгі білдірді дейді. Мен болсам ашуланып, неге маған қарайсыңдар деп барлығына жауап бердім дейді. Намазда тұрып ары қарай сөйледім дейді. Сахаба кісі намазда сөйлеуге болмайтындығын білмей қалды. Расында сахабалар алғашқы намаз парыз болған уақыттарында намазда тұрып сөйлей беретін, дүниенің әңгімесін айта беретін. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазда тұрып сөйлеуге болмайтындығы жайында хадис айтады. Яғни харам етіледі. Бірақтан да бұл сахаба ол хадисті естімеген еді. Адамдардың барлығына қарап тұрып, неге маған қарайсыңдар деп айтты дейді. Ашуланып кетіп. Сонда адамдар намазда тұрып, сахабалар намазда тұрып сандарын ұра бастады дейді. Қолдарын сырттардан ұра бастады дейді. Яғни намазда тұрып сөйлеме дегендей білдірді дейді. Намаз оқып болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған келіп, "Валлахи" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мейірімді ұстазды көрген емеспін дейді. Мені бір сөккен емес, бір ұрысқанда емес дейді. Намаз біткеннен кейін менің қасыма келіп, расында бұл намаз, ол жерде сөйлеуге болмайды. Расында намаз ол тәсбих, Алланы зікір ету, Алланы ұлықтау және Құран оқу, одан артық еш нәрсе жоқ деп айтты дейді. Сонда намаз біткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен мен жеке келіп тілдестім дейді. Сөйтіп былай деп айттым дейді: "Я Расулаллах, расында мен ислам дініне жаңа ғана келген адамдардың бірімін" деп айтты дейді. "Я Расулаллах, менің қауымым Аллаға серік қосады. Олар сиқыршыға барады да сиқыршының сөзін растайды. Мен не істейін, я Расулаллах" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам "Сен оларға барма және сиқыршының сөзін растама" деп айтты дейді. Екінші сұрағы: "Я Расулаллах" дейді. "Менің қол астында, менің қарамағымда бір әйел кісі бар еді" дейді. "Күң әйел кісі, басында азаттығы жоқ. Менің қойларымды Ухуд тауының айналасында бағады" дейді. "Бір күні қойларымды санап жүрсем" дейді, "бір қойым кем екен" дейді. "Бір ешкі жоғалып кетіпті" дейді. Сөйтіп жаңағы күңнен, жариядан "Бір қозы қайда? Бір ешкі қайда?" деп сұрасам, "Қасқыр жеп қойды" деп маған жауап берді" дейді. Мен қатты ашуланғандығым соншалықты жаңағы әйел кісіні жүзінен шапалақпен тартып жібердім дейді. Сөйттім де өкініп қалдым дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде кімде-кім қол астындағы құлын немесе күңін ұратын болса, Алла жолында оны азат етсін, оның кафараты сол деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ескерткен еді. "Я Расулаллах, жаңағы күнменен күңді не істейін, я Расулаллах" дейді. "Бірақ, я Расулаллах, ол кісінің мұсылман ба, әлде мұсылман емес екенін мен білмеймін, я Расулаллах. Не істейін" деп айтты дейді. "Мұсылман болса азат етем, я Расулаллах. Мұсылман болмаса ары қарай жұмысын жалғастырады" дегенде маған айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны маған алып кел деп айтты дейді. Өйткені жаңағы әйел кісі, күң кісі, ол мысырлық Нуба деген қаласынан еді дейді. Олар арабтар емес, ол араб тілінде сөйлей алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына алып келді де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы әйел кісіге имам Муслим риуаят еткен хадисінде "Айна Алла" деп сұрақ қойды дейді. "Алла қайда?" деп сұрақ қойды дейді. Сонда жаңағы әйел кісі "Фиссама" деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам "Мән ана", ал мен болсам кіммін деп айтты дейді. Жаңа әйел кісі "Сіз Алланың елшісісіз" деп жауап берді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам "Аътиқха фа иннаха муъмина", ей пәленше, мына әйел кісіні азат ет, расында бұл әйел кісі мұсылман деп жауап берді дейді. Расында Алланы аспанда деп ойлап жүрген кісілер, сеніп жүрген кісілер осы хадисті өздеріне дәлел қылады да Аллаға мекен білдіреді, Алланы мекенге шектейді. Ғалымдарымыз бұл хадиске былай деп жауап береді: расында бұл хадис ақида ғылымы бойынша Алланы белгілі бір мекенге шектеп қоюға бұл хадис жарамсыз, дәлелге жарамсыз деп айтады. Бірнеше себептермен дейді.
Ең біріншісі дейді, бұл хадис хадисул ахад, жалғыз жолмен ғана риуаят етілген хадис дейді. Бұл кісіден басқа бұл хадисті ешкім риуаят етпеген дейді. Дәл осы мәтінменен ешкім риуаят етпеді дейді. Бұл біріншіден дейді. Екіншіден, дәл осы хадис басқа түрлі сөздерменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жетті дейді. Мысалға, Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят еткен хадисте имам Байхақи жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі кісіге 3 түрлі сұрақ қойды дейді. Біріншісі, Алла қайда деп сұрақ қойды дейді. Екінші риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аташхадина аннаху ла илаха иллаллах, Алладан басқа тәңір жоқтығына және менің Алланың елшісі екендігіме куәлік бересің бе деп сұрақ қойды дейді. Әйел кісі иә деп жауап берді дейді. Үшіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы әйелге қолменен былай деп көрсетті дейді. Яғни Раббың кім дегендей сұрақ қойды дейді. Сонда жаңа әйел кісі сұқ саусағын жоғарғы көтерді де өзінің Алланың құлы екендігіне, мұсылман екендігіне дәлел қылып білдірді дейді. Енді ғалымдарымыз осы имам Муслим риуаят еткен хадисті біріншіден бұл хадис ахад деп жауап берді дейді. Дәлелге жарамсыз деді. Екіншіден дейді, бұл хадис сахих болғанымен дейді, бұл хадис сахих болғанымен, жалпы хадис сахих болғанымен дейді, хадистің ішіндегі мәтіндері сахих емес дейді. Өйткені көп сөздерді хадисті риуаят етуші Муауия ибн Хакам өз ойынан құрастырып айтты дейді. Өзі ары қарай жалғастырды дейді. Неге десе, өйткені жаңағы әйел кісі араб емес еді дейді. Ол араб тілін білмейтін адам еді дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам араб тілін білмейтін адамға не үшін онда Алла қайда деп арабша сұрақ қойды дейді. Не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің Алланың елшісі екендігіме куәлік бересің бе деп арабша сұрақ қойды дейді. Болса да ол кісі араб тілін білмейтін мысырлық адам еді дейді. Өзінің тілі бар еді дейді. Хадис екіншіден, яғни хадис иттираб, яғни хадис неше түрлі келгеніменен, яғни бір хадис бірнеше түрде әртүрлі болып риуаят етілуі дейді. Бұл хадис дәлелге жарамсыз дейді. Үшіншіден, расында бұл хадисті риуаят етуші Муауия ибн Хакам хадистің өзінде өзі айтып тұр дейді, ғалымдарымыз айтады. Өзі айтып тұр, расында ол кісі дәлел қылып тұр дейді. Сахабалардың ішіндегі білімі төмен сахабалардан екендігіне өз-өзіне дәлел болып тұр дейді. Неге? Өйткені сахабаның өзі біріншіден намазда тұрып сөйлеу дұрыс емес екендігін білмей қалды дейді. Бұл бір дейді. Екіншіден өз-өзі мойындап тұр дейді. Расында мен жаңа ғана исламды қабылдаған адам едім. Жахилеттік дәуірден жаңа ғана шыққан адам едік. Алла бізді тура жолға енді салды деп өзі мойындап тұр дейді. Енді қалайша исламдың енді қабылдаған сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін Алла аспанда деп дәлелдеп бере алады дейді. Имам Науи, Алла кісіден разы болсын, осы хадисті қабылдау жайында ғалымдарымыз екі түрге бөлінді дейді. Біріншісі, қалай келді дәл солай қабылдаймыз дейді. Тафуид, Аллаға тапсырамыз дейді. Яғни фиссама деген сөзді дәл солай қабылдаймыз дейді. Екінші жолдары, ғалымдарымыз фиссама деген сөзді бұл жерде Алла тағала улу, яғни ұлы дәрежені білдіреді дейді. Өйткені расында сама деген сөз араб тілінде сама ясму сумуан, Алла тағала дәрежесі жоғары болды деген мағынаны білдіреді дейді. Яғни Алла мекенге мұқтаж емес, Алла мекеннен пәк деген мағынаны білдіреді дейді. Расында сама ясму сумуан деген сөздің шарықтаған ғалымның өзі Ибнул Қайим әл-Джаузия, сәләфи мазхабының үлкен ғалымдарының бірі, өзінің Бадаиул Фауаид атты кітабында 4-ші томында осы бір әңгімелерді қозғайды. Имам Хафиз ибн Хаджар Асқалани рахимахулла, үлкен ғалым кісі, былай деп айтады. Расында Алла тағалаға мына сұрақтар қойылмайды дейді. Біріншісі әйна және лима және кайфа. Алла тағалаға қайда және қалай және не үшін деген сұрақтар қойылмайды дейді. Яғни Алла қайда немесе Алла қалай бұны жаратты, Алла не үшін бұны жаратты деген сұрақтар қойылмайды дейді. Имам Қади Аяд рахимахуллаху тағала былай деп айтады. Расында бізге дейінгі өткен сәләфи ғалымдарымыз да және бізден кейінгі келген халаф ғалымдарымыз да, яғни сәләфилардан кейінгі келген халаф ғалымдарымыздың барлығы дейді, Құрандағы Алла тағаланың аминтум ман фис самаи ай яхсифа бикумул ард деген сөзін тікелей қабылдаған емес дейді. Бұлардың барлығын ғалымдарымыз тәуил жасаған, не болмаса тафуид жасады да осылай қабылдады дейді. Кейбір тәфсір кітаптарында аминтум ман фис самаи ай яхсифа бикумул ард деген сөзі дейді. Бұл жердегі мақсат етіліп тұрған жаратылыс ол Джибрил алейхиссалам дейді. Яғни көктегі Джибрилға иман келтірдіңдер ма? Расында ол жерді жексен етуші деген мағынаны білдіреді дейді. Имам Тахауи, Алла кісіден разы болсын, өзінің Ақидат Тахауия, Баян Ақидат Ахли Суннати вал Джамаа атты кітабында былай деп айтады. Та'ала Аллаху анил худуди вал ғаят вал аркани вал адават, ла тахуихил джихату ситту касаирил мубтадаат. Алла тағала шектерден және бұрыштардан және тіректерден және 6
тараптан Алла Тағала пәк. Асты, үсті, оң жағы, сол жағы, алды, арты деген осы 6 тараптан Алла Тағала пәк дейді. Кімде-кім Алла Тағаланы аспанда немесе аспанның үстінде деп айтатын болса, расында ол кісі Алланы шектеген болып есептеледі. Расында Алла Тағала ешқандай бекенге мұқтаж емес. Және Алла Тағала ешқандай жаратылысқа ұқсамайды. Алла Тағала аяттарда ләйсә кәмислихи шәй, расында Аллаға еш нәрсе ұқсамайды, және Алла да еш нәрсеге ұқсамайды деген Құранда аят бар. Алла білуші әрі үстем. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.